Нақты 20 жыл. Кеше ғана мектептің дәлізінде асыр салып жүрген балалар бүгін қайта бір шаңырақ астында бас қосты. Уақыт әрқайсысын әр жаққа алып кеткенімен, мектепке деген сағыныш пен балалық шақтың естелігі оларды қайта қауыштырды. Бұл күн жай ғана кездесу емес. Бұл өткен күндерге бір сәт оралу, мектеп партасындағы достықты еске алу. Өмірдің әр жолына кетсе де, жүректеріндегі байланыстың үзілмегенін сезіну күні. Осы кеште талай естелік айтылып, талай күлкі қайта жаңғырды. Номер 53 мектеп тағы да өз түлектерін бір жерге жинады. Мектепке келген әкем қолдан жетектеп, есейдік онмен солды ажыратып сол бір жерде. Көйлек шалбарымды киіп, анам берген үтіктеп, сондағы уайым күнделіктегі бағаны реттеу. Бірақ саған ғашық болатын сезімді мен күтпедім. Қағаздан жасалған құшағым саған қарай беттеді. Балалық махаббатым ол кез әлі зардап шекпеді. Сондықтан сабақты ысырып мен сені зерттедім. Бізді айырған соңғы ғұмырым, бізді айырған соңғы ғұмырым. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан қол создық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. В общем, келе салып звезда болып кеткеніме таң қалып да, микрофон ұстап, бәріне әңгіме айтып, сабақтан қашқандарымыздың бәрі есіме түсіп, тура бұрынғы моментке қайтқандай болып қалдым. Классқа кірген кезде қарап қоямын да, вообще ештеңе өзгермеген, барлығы тура сол, біз қалай отырып кеттік, барлығы солай тұр да. Только енді апайымыз кішкене уже үлкейген, біздің кезімізде апай жас еді, ширақ еді, энергиясы көп еді. Ал қазір енді уақыт өзінікін алған екен. Келгеніме қатты қуанып тұрмын, прям келмеймін деп ойланған тұғымын. Бүгін келдім, бәріңді көрдім, мне очень приятно, прям қыздар, жігіттер рахмет, апай рахмет, Алла разы болсын сізге. 20 жылдық құтты болсын дегендер айқай шуқайды. Балалық шақтан гүл көктем, ұстаздарымды үлгі еткен, білімнің болағын сіңірген мұғалім, етемін тағзым құрметпен. Кәусәр нақыл ойдың татырған, жанға шырақ жақтырған, шыңға қанат қақтырған ұстаздар. Шәкірт үшін боп құрбан, елге еңбек көп болған, ел тірегі боп тұрған ұстаздар. Ашасың, бәріне мейірім шашасың, білімнің асқары, тәрбие бастауы, ұстаздар мәңгі жасасын. Иесі сіздер көрмен тұғырдың, ғибраты ғұмырдың, арқауән жырымның ұстаздар. Хан тамыр білімнің, хан тәңірі ғылымның, батырлары бүгіннің ұстаздар. Жанға шырақ жақтырған, шыңға қанат қақтырған ұстаздар. Шәкірт үшін боп құрбан, елде еңбек көп қылған, ел тірегі боп тұрған ұстаздар.